жұмыс істегеніміз сияқты отбасы да менің бір жұмысым. Иә, бір жұмыстағыдай бір кәсібилік керек емес шығар ол жерде, жаңа маман ретінде. Бірақ бұл жерде де сен профессионал әке болуың керек, профессионал жар болуың керек. Бұл бір жай бір ұйықтап кететін диванмен ғана ассоциация болмау керек. Ол балаң көріп отыр, қызың көріп отыр, қызың мамасымен қалай сөйлесетінін көріп отыр. Осы бір қызымыздың бақытты болғанын қалаймыз, анау мынау дейміз, бірақ менің әйеліммен қалай сөйлесіп жатқандығын менің қызым көріп отыр ма? Қызымның ер азаматтарға түсінігі содан-ақ қалыптасып жатқанына мен білем. Сол сияқты бір тәрбие деген бір ал енді балам отыр кел, бір отыр әңгімелесейік дегенмен болмайды ол. Бала көрген жұтады, көргенін істейді. Бізде жаңағы сен айтқандай профессионализм, кәсіп, бизнес, анау мынау меңгере береміз. Бірақ мынау өмірлік фронттағы білімді өзі бола беретін сияқты, өзінен өзі бір дамып кететін сияқты көре береміз.